Ең көп ет беретін топ 5 сиыр тұқымы. Сонына дейін көріңіз. Салмағы мүйіз тұмсықпен тең сиырды көрсетемін. Және қазақстандық сиырлардың қанша келі ет беретінін айтатын боламын. Сонымен 5-ші орын лимузин тұқымы. Бұл тұқым етінің нәзіктігімен және майсыздығымен танымал. Ересек бұқалары 1200 килограммға дейін жетеді. Сүйегі жеңіл болғандықтан таза ет шығымы өте жоғары. 4-ші орында Шароле. Әлемдегі ең танымал ет бағытындағы тұқымдардың бірі. Бұқаларының орташа салмағы 1300 келі. Тез салмақ қосады, күніне 2 келіге дейін семіре алады. 3-ші орында Мен Анжу тұқымы. Өте ірі қаңқалы және бұлшық етті сиырлар. Бұқалары 1400 келеден асады. Төзімділігі жоғары, жайылымда жақсы салмақ жинайды. 2-ші орында Бельгиялық көк тұқымы. Бұл сиырларды көбіне бодибилдерлер деп атайды. Салмағы 1300-1500 келі. Қос бұлшық ет генінің арқасында ет шығымы рекордтық 80%-ға жетеді. Егер сізге агроконтент қызық болса, Агромен парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Кианина тұқымы. Әлемдегі ең алып сиыр тұқымы. Бойы 2 метрге дейін жетеді. Салмағы рекордтық көрсеткіш 1740 килограммға дейін жетеді. Бұл нағыз ақ мүйіз тұмсық немесе Toyota Land Cruiser автокөлігінің салмағымен бірдей. Ал Қазақстанда ше? Біздің елде ет бағыты бойынша қазақтың Ақбас және Әулиекөл тұқымдары өте танымал. Олардың бұқалары 800-ден 1100 келіге дейін салмақ жинай алады. Және орташа есеппен 52-58% таза ет береді. Ең бастысы біздің даланың климатына өте төзімді.